Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте жылдам әрі оп-оңай жасалатын сметанниктің рецептімен бөлісемін. Барлық керек ингредиент описанияда жазылған. Алдымен бір ыдысқа жұп-жұмсақ сары майды, оған бір жұмыртқамызды және қантты салып, үшеуін миксермен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оған ұн мен қамыр қопсытқышты араластырып қосамыз. Енді осыдан жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасаймыз. Дайын қамырымызды орап, бөлме температурасында қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасын жасау үшін кез келген қаймаққа қант қосып, жұмыртқамызды қосып, жүгері крахмалын және пышақтың ұшында кішкене ғана ванилин қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз да дайын. Енді пирог пісіретін ыдысымызға қамырды қолымызбен жақсылап жайып шығамыз. Асықпай бір тегіс етіп жайып алыңыз. Шеттерінен бортиктар жасап, артығын астына осылай төсесеңіз болады. Одан кейін шанышқымен толығымен астын және жиектерін кесіп шығамыз. Сонда қамырыңыз көтеріліп кетпейді. Енді оған салмамызды құйып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Піскеннен кейін пирогтың беті көтеріліп кетсе, уайымдамаңыз, ол суыған кезде осылай түседі. Пирогты толығымен суытып, қалауыңызша бетіне қант ұнтағын сепсеңіз болады, немесе жидектермен әдемілесеңіз болады. Өте оп-оңай жасалатын сметаннигіміз дайын. Жасап көріңіздер, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.